Құрап жатырмыз. Қыста қардан қорғайды шөпті. Мына жерде. Мына жақта бір ешкіге, және де мына жақта бір ешкіге. Ортаға біздер аппаратты қоюды жөн көрдік. Видеоны соңына дейін көріңіздер, ұнаса лайк басып комментарий жазып қалдыруларды ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздерге өзіміздің ешкі фермамыз туралы айтатын боламыз. Менің есімім Нұрғиса. Біздің ешкі фермамыз бүгінгі таңда екі түрлі өнім өндіреді. Оның ең басты өніміміз бұл ешкі сүті. Және де екінші өніміміз қосымша бұл ешкі сүтінен қаймақ. Біз құрап жатырмыз. Шөптер сақталған осылай. Ал менің артындағы көк түсті қапшық. Қап қой. Атын қалай атап жатырмын білмеймін. Қаптың матасы сияқты, бірақ көк түсті. Сондай. Яғни ол мынандай көк түсті шөпті қорғап отыр. Ана жана күн ғой. Күннің шірітуден, қыста қардан қорғайды шөпті. Мына жерде пресс шөптер. Жауып қойғанбыз. Аздап енді кеткен жерлері бар, андай сөгітіліп жатқан. Бұл өзі де шірейді ғой, не дегенменде. Далада тұрғаннан кейін. Қызыл қыз. Мына жақта бір ешкіге, және де мына жақта бір ешкіге, осы екі ешкіні қатар сауға арналған. Жоғарыдан төмен қарай мынандай алғыратып дайын стакан дейтін алар, стакандарын іліп қоюды. Осындай орын дайындап вакуумметр дейді, вакуумды өлшейтін құрылғысы бар. Жоғарысында 19 литрлік бетоны бар, крышкасы, ақпақшасы
өзінікі емес, ауыстырылған, яғни барынша сапалырақ етіп тапсырыс берген кезде, өйткені қапақшасында вакууммен жарықтар пайда болады екен кейбір нелерде. Ал бізде ондай болмас үшін андай сапалы қақпақша, пульсатор, 2 тактілі пульсатор, барынша неге 19 литрлік бетон толып кетпеуге тырысу керек. Өйткені байқап отырсаңыздар, не сүт келіп, мына жерден сауылған сүт келеді де, осы неге жоғарыдан құйылады, мынадан құйылады. Толған кезде пульсаторға сүт кетуі мүмкін де, мынау пульсаторға сүт кетуі мүмкін, пульсатордың жұмысын бұзуы мүмкін. Пульсатордың өзінің бағасы бөлек, егер де бұзылып қалып сатып алатын болсаңыздар, ол да аз ақша емес, шамамен 6-7-8 мыңдарға дейін баратын шығар. Мынау жабық күйіндегісі, мынау сауып жатқан күйіндегісі. Осы жоқ, мынау сауып жатқан күйіндегісі. Мұны былай қойған кезінде жуу режимінде екі ешкіге. Осы сауна аппараты жайлы видеоның сілтемесін комментарий бөлімінен таба аласыздар. Қарап шығыңыздар, егер де қызықсаңыздар, сауна аппараты жайлы видеоны бөлек видео дайындап қойғанбыз. Міне, ешкі сүті табиғи таза үйде жасалған. Сүттің құрамындағы дәрумендер козе молоко теміртау құйылған күні. Мынандай этикеткасымен, мындай баклажкада. Бутылкасы ашылмаған.